Бала сізге дәретханаға бағысы келеді. Не істеу керек? Кішкентай балалар әлі анасының қайда екенін түсіне алмайды, егер есік жабылса. Олар шын мәнінде сенімді, мен сені көрмесем демек, сен жоқсың. Айтпақшы, осы қағида бойынша балалар жасырыспақ ойнайды. Мен көзімді жапсам демек, сен мені көрмейсің. Анасы есіктің ар жағында жоғалып кеткен сәтте, балаларды қорқыныш билейді. Сондықтан олар есікке қатты соғып, айқайлап жылайды. Не істеу керек? Негізінде бұл баланың ересек өмірінде міндетті түрде болатын айырылу мен жоғалтуларға дайындық. Қазір ерте балалық шағында сіз оған осы сезімдермен күресуді үйренуге көмектесе аласыз. Шекараны сақтай отырып қолдау көрсететін ана болуға болады. Балаға не болып жатқанын жай ғана көрсетіп айтыңыз. Мен сені естіп тұрмын, сен қатты ренжіп тұрсың, себебі менімен бірге дәретханаға бара алмайсың. Мен шыққан соң, қолымды жуып, сені құшағыма алып, тыныштандыруға көмектесемін. Ал қазір мен сені өзіммен бірге алмадым деп саған өте қиын болып тұр. Мұндай әңгіме уақыт өте келе баланың төзе алмайтын қорқынышын жеңіл қабылдауға болатын ренішке айналдыруға көмектеседі, әрі болашақта ол мұндай сезімдерді өзі жеңе алатын болады. Егер балаға қолдау көрсетуге күшіңіз жетпесе, басқа ересек адамнан көмек сұраңыз, немесе баланы басқа нәрсемен алаңдатыңыз. Мысалы, дәретхананың есігінің алдына орындық қойып, баланы соған отырғызып, қолына ойыншық беріңіз. Бала орындықта отырып, анасын күтеді. Ал анасы шыққанда, олар қайтадан кездеседі. Ана үшін дәретхана қасиетті орын. Бұл ананың өзі ғана болып, жалғыз уақыт өткізе алатын санаулы орындардың бірі.